Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода лағман кеспесінің рецептісімен бөлісемін. Суық суға тұз, жұмыртқа қосып араластырамыз. Біртіндеп бірнеше рет сұйықтық қосып қамырелейміз. Қажет болса аздап су қосуға болады. Ең бастысы ұнымыз бірігуі керек. Мұндай қамырды шамамен 10 минуттай илейміз. Оны бір келкілікке жеткізуге тырысыңыз. Қамыр тығыз болуы қажет. Салафанға қамырды салып, бетін жауып, демалуға мүмкіндік береміз. 1 сағаттан кейін оны қалыңдығы шамамен 1,5 см болатындай шеңберге жаямыз. Ені 1,5-2 см болатындай жолақтарға кесіп, бетін күнбағыс майымен майлаймыз. Оларды бірінің үстіне бірін қойып, салафанға салып, құрғақ жерлерін майлап, 20 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Енді қамырдан жгут қалыптастырамыз. Ең бастысы оны тым жұқа етпеу. Ыдысты маймен майлап, дайындамаларды спиральмен саламыз. Әрбір салған сайын майлап отырамыз. Салафанмен не болмаса ыдыс-аяқпен бетін жауып қоямыз. Бастысы беті кеуіп қалмас үшін. Екінші қабатты жалғастыра қамырды осылай саламыз. Содан кейін мұқият аударамыз. Ең бірінші ораған жгутымызды алып, бірден кеспені тарта бастаймыз. Саусақтармен бір мезгілде кеспені тартамыз және орғаймыз. Созудың тағы бір әдісі, бір қолмен ораймыз, екіншісімен тартамыз. Бетін майлап қоямыз. Кеспенің ұшын алып, айналдырып жинап, үстелге созыңқырап ұрамыз. Бір келкі кеспе болуы керек. Қамыры жұқа болуы керек. Себебі пісіру кезінде ол аздап ісінеді. Қазанға суды қайнатып, тұз қосып, кеспемізді саламыз. Отты ақырындатпай 5 минут пісіріп аламыз. Дұршылақтың көмегімен қамырды алып, бірнеше секундқа суық суға салып аламыз. Бұл бір-біріне жабысып қалмас үшін. Лағманға арналған қамырымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.